Сәлеметсіңдер ме, балалар? Отырыңдар. Бүгін кезекші кім? Кел. 2030 жылға қарай елде бұрыннан келе жатқан энергетикалық дағдарыс өзінің шарықтау шегіне жетіп, Қазақстанның дамуын бірнеше 10 жылдыққа артқа қарай тастады. Еліміздің дағдарыстан шығалмауының себептерінің бірі ол 24 жылдың референдумы деп есептелінеді. Себебі Қазақстан азаматтары азғантай ғана басымдылықпен атом электростанциясының құрылысына қарсы дауыс берді. Иә? Апай, сіз сол референдумда дауыс бердіңіз бе? Голосуй за АЭС. Сегодняшнее решение – светлое будущее.